Ғұсыл қалай алынады? Ең алдымен әурет жерлер жабылумен басталады. Әурет жерлер сабынмен жуылып, жақсылап тазаланады. Содан кейін барлық дене сабынмен жуыла отырып, алдымен мәддекірлер тазаланады. Осылайша ғибадат болған ғұсыл халіне дайын боламыз. Алдымыздағы көрсетілген бейнеден соң отырып ниет етіледі. Ниет еттім бой дәретін алуға деп. Ескерту, құрметті бауырлар, бейнеде көрсетілгендей, суды мөлшерінен тыс көп қолдану дұрыс емес. Қолдар жуылады. Қолдар жуылған кезде саусақтардың арасы салаланып жуылады. Одан кейін оң қолмен 3 рет ауызға суды толтырып шаяды. Және оң қол саусақтарымен тістер тазаланады. Ауызды шаю арқылы ауыздың ішін тазалаймыз. Ауыз ішінің барлық бөлігіне су тиюі қажет. Ораза кезінде мұрын және ауызға абайлап су алу керек. Су әрі қарай кетіп қалмауы үшін. Одан кейін 3 рет оң алақанмен мұрынға су алынады, кезекпен кезек. Мұрын үшін жуылуы және тазалануы қамтамасыз етіледі. Мұрын үшін мұқият және құрғақ жер қалдырмай жуу керек. Кезек бойынша бастан оң иық және сол иық алдынан және арқасынан мол су тиюі қажет. Денеде ине ұшындай құрғақ жер қалмай жуылады. Осылайша барлық дене жуылады. Құрғақ жер қалдырмауға сақ болу керек. Әйелдер шаштарының түбіне дейін су тиюі қажет. Міндетті түрде шаш өрімін ашу керек. Ер не әйел болсын, қалың шаш түбіне су тиюі қажет. Bol ve sık saçı olanlar iyice suyla ovarak saç diplerinin de осылайша ғұсыл алынады. Оншадан шығар кезде аяққа су төгіледі. Оны ұмытып кетпеңіздер. Міне осылайша бой дәрет алынуы бітеді. Алла тағала ниеттеріңізді қабыл етсін.